Сәлеметсіздер ме? Дифференциалдық төлем арқылы несие есептеуді қарастырайық. Ең алдымен несие мөлшерін енгізіп аламыз. Одан соң мерзімін және жылдық пайыздық көрсеткішін енгіземіз. Қарызды тең мөлшерде төлеуді табу үшін жалпы соманы мерзімге бөлеміз. Және келесі кезеңдердің төлемін анықтау үшін бекітеміз. Жалпы жылдың төлем мөлшері табылды. Яғни қарызды бақылап отыру үшін жай ғана азайтқанымыз жеткілікті. Яғни қарыз мөлшерінен қарызды тең мөлшерде төлеуді азайтамыз. Келесі кезеңдердің төлемдері шықты. Және қарыздың үстемақысын табу үшін соманы жылдық мөлшерге көбейтеміз және 12-ге бөлеміз. Келесі кезеңдердің төлемін табу үшін жалпы жылдық көрсеткішті мөлшерді бекітеміз. Осылай келесі айды да табамыз. Жалпы соманы табу үшін қарыздың үстемақысын қарызды тең мөлшерде төлеуге қосу арқылы тапқанымыз жеткілікті болады. Қарызды тең мөлшерде төлеудің жалпы сомасын сома арқылы табамыз. Ал үстемақыны банкке берілетін үстемақыны табу үшін дәл осы ретті қайталаймыз. Жалпы төлейтін сомамызды дәл осы функциялар арқылы табылады. Яғни біз банкке 113.750 теңге төлейміз және жалпы сомамыз 1.113.750 теңгеге тең болады.